Нұрдәулет Мақсатұлы, мен үшін мемлекеттік мекемеде қызмет істеу бұрын өте күрделі болып көрінетін. Десек те қазір e-қызмет жүйесі арқылы бұның ешқандай да күрделі емес екеніне, қолжетімді екеніне көзім жетті. Мен бұрын мемлекеттік мекемелерде қызмет атқармағанмын. Қазіргі таңда мен Созақ ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінде қызмет атқарып жатырмын. Бұл қызметке кіру үшін e-қызмет жүйесі арқылы бос жұмыс орынға конкурсқа қатыстым. Конкурс 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең жеке қасиеттерін бағалау, екінші кезең мәтіндік сандық, ал үшінші кезең практикалық кезең. Практикалық кезеңнің өзі 3 күннен 3 сұрақтан берілді. Әр сұраққа келген әрбір сұраққа дұрыс жауап беру арқылы балмен бағаланып отырды. Сол балдың нәтижесінде мен бүгінгі таңда Созақ ауданы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінде бас маман қызметіне тағайындалдым. Осы орайда жас түлектерді, жас мамандарды мемлекеттік қызмет істеуге шақырамын. Еліміздің ертеңі біздің қолымызда.